7 қыркүйекке арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, беріліп жұмыс жасауға деген құлшынысыңыз байқалмайды. Күшіңіздің сарқылғанын сезіп, қаншалықты маңызды шаруа болмасын кейінге қалдырғыңыз келіп тұрады. Осыған байланысты кез келген болмашы себептерді іліп әкетуге дайын тұрасыз. Дегенмен, шұғыл шаруаларды мүмкіндігінше атқарып, қол қосырып отырмауға тырысыңыз. Қарсыластарыңыз, сондай-ақ бәсекелестеріңіз бір орында тұрмайды. Ал олардан артта қалмас үшін тым еріншек болуға болмайтынын ұмытпаңыз. Торпақ, кішігірім демалыстан кейін белсенді жұмыс екпініне қайта қосылу оңай болмауы мүмкін. Егер бұл қолыңыздан келсе, бұл күн сіз үшін өнімді өтеді. Ең алдымен контрастты душ қабылдап, яғни жылы су мен салқын суды кезек-кезек қабылдап, өзіңізді таңғы уақыттан бастап сергітіп алыңыз. Екіншіден, тек позитивті ойлап, өзіңізге сеніңіз. Егіздер. Егіздердің бойында да жалқаулық пайда болады. Бүгінше кейін қалдырамын, ал ертең арғы күні қалдырамын деп, бұл цикл одан әрі созыла беруі мүмкін. Ойыңызда жүрген идеяңызды жүзеге асыруға мүмкіндіктер жетерлік, тек жалқаулық бәрін бұзады. Сол себепті де жинақталып, өзіңізді жігерлендіріп, нәтиже шығаруға тырысыңыз. Шаян. Өзіңіз қалыптастырған қағидалар бойынша әрекет етіңіз. Егер өзгелердің дегенімен жүрер болсаңыз, сіз емес, тек олар ғана ұтады. Өзгелердің өтінішін толық орындаймын деп, өзіңіздің шаруаларыңызға уақыт жетпей қалу қаупі бар. Бүгінгі күн уақыт жағынан қысады. Сол себепті де барлығын ертерек жоспарлап алуға кеңес береміз. Арыстан. Таңғы уақыттан бастап неғұрлым көп ақша болса, соғұрлым бақыттымын деген ойлар сізге маза бермейді. Осының ықпалынан сіз ауқымды шаруаларға еш қорықпастан кірісуге шешім қабылдайсыз, алайда асықпаған жөн. Ауқымды шаруалардың ауқымды тәуекелдер болатынын ескеріңіз. Жаныңыздағы адамдардан бастап, құрған жоспарларыңыздың барлығын жіті тексеріп алудың артықтығы жоқ. Бикеш. Ойыңызға көптеген жақсы идеялар келеді, бірақ олардың бірінде жүзеге асыруға еш қызығушылығыңыз жоқ. Бұған себеп бойыңыздағы үрей, уақыттың тапшылығы, сондай-ақ серіктестеріңізге деген сенімсіздік. Жұлдыздар өзіңіз сенімді болған идеяларды міндетті түрде түртіп алуға кеңес береді. Алдағы күндері күтпеген жерден оларды жүзеге асырудың мүмкіндігі туады. Таразы. Кейбір заттарыңызда абайсыздықта жоғалтып алу қаупі бар. Сол себепті де барлық заттарыңызға мұқият болып, немқұрайлылыққа салынбаңыз. Егер қандай да бір маңызды құжат, не болмаса зат жоғалатын болса, өзгелер алдында ыңғайсыз жағдайда қалуыңыз ықтимал. Егер өзгелер құнды заттарын сізге сеніп тапсырып кететін болса, оларды қабылдаудан бас тартуға кеңес береміз. Сары шаян. Бүгінгі күннің тосын сыйлары таңғы уақыттан бастап үзілмеуі мүмкін. Жұлдыздар барлық жағдайға дайын болуға кеңес береді. Алдын ала жоспарлаған кездесулер, не болмаса маңызды шаруалар аталған тосын сыйлардың салдарынан жүзеге аспай қалуы мүмкін. Десе де еш қынжылмаңыз. Кез келген оқиғаның жақсы да, жаман да тұстары болады. Ең бастысы, жақсы тұстарын дұрыс қабылдай білу. Мерген. Жаныңыздағы адамдардың жауапкершіліксіздігі мен жеңіл ойлылығының салдарынан ыңғайсыз жағдайда қалу қаупі байқалады. Олар шаруалар қаншалықты маңызды болса да аса мән бермей бас қатырмауы мүмкін. Сондықтан да ешкімге үміт артпаңыз. Ең бастысы, өз-өзіңізге бақылау жасап, өз жауапкершілігіңізді қадағалаңыз. Тауешкі. Сіздерде де уақыт жағы қысады. Әдетте барлық жерге дер кезінде келетін тауешкілер бұл күні көпжерге кешігіп баруы мүмкін. Ойыңызды жинақтаңыз. Қажетсіз нәрселерге бола уақытты шығындамаңыз. Кешігу сіздің беделіңізге, абыройыңызға нұқсан келтіреді. Кей шаруалар ойыңыздағыдай болмай жатса, бір орында тоқтап қалмай, әрі қарай жылжыңыз. Сонда барлығы да ойдағыдай болады. Су қойғыш, есіңізде болсын, бұл күні өзгелермен сөз таластырып, шындыққа түбі жете алмайсыз. Сөз таластардың салдарынан барлық жағымсыздықтардың орын алуы әбден мүмкін. Қажетсіз, әрі маңызды емес нәрселерге бола көп күшіңізді ысырап етпеңіз. Сондықтан да маңызды шаруаларды маңызды еместерінен ажырата біліп, нақтылыққа ден қойыңыз. Балықтар.
Ішіңіздегіні анағанда, мынағандай деп кейін сан соғып қалмаңыз. Кейде тым өте қатты сенгіш болып, адамдардың бәріне сене бересіз. Алайда жаныңызда достарыңызбен қатар сізге жақсылық тілемейтін адамдардың да бар екенін естен шығармаңыз. Жеке өміріңізге қатысты дүниелерді, сондай-ақ табысыңызға, алдағы жоспарларыңызға қатысты дүниелерді ешкіммен бөліспеуге кеңес береміз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.